Гайморит мұрын қуысының қабынуынан пайда болады. Ол бір жақты немесе екі жақты болуы мүмкін. Ауру ересектерде де, балаларда да кездеседі. Гайморитті медициналық жолмен де, халық әдісімен де емдеуге болады. Ендеше үй жағдайында қолдануға болатын мына әдістермен дертіңізге дауа табыңыз. 1 шай қасық балды 100 мг қайнаған суға араластырыңыз. Дайын болған емдік сұйықтықты тамызғыштың көмегімен мұрныңызға тамызыңыз. Емді таңертең және кешке қолданыңыз. Теңіз тұзы 1 стақан қайнаған жылы суға 2-ден 1 шай қасық теңіз тұзын 20 мг эвкалипт тұнбасы мен 2 тамшы йод араластырыңыз. Емдік қасиеті мол ерітіндіні тәулігіне 2 рет мұрныңызға тамызыңыз. Антисептикалық әсері бар ерітінді мұрын қуысындағы суықты емдейді. Сутек перекис 1 стақан қайнаған салқын суға 1 шай қасық сутек перекисті құйып жақсылап араластырасыз. Сосын мұрынға тамызыңыз. Егер емді үзбей қолдансаңыз, нәтижесін тез байқайсыз. Картопты қабығымен қайнатыңыз. Қайнату арқылы картоп қабығындағы микробтар мен өзге де жұқпалы вирустарды өлтіруге болады. Содан соң қайнатылған картоптың суын төгіп тастайсыз. Басыңызды орамалмен бүркеп, картоптың буына дем алыңыз. Мұрынды лимон шырынымен шаясыз. Ол үшін 1 лимон және қайнаған жылы су қажет. Лимон шырынын барынша сығып алып, үстіне қайнаған жылы су құйыңыз. Сосын оны кеңірек ыдысқа құйып, басыңызды иіп, мұрныңызбен сол тұнбада дем алыңыз. Дем алғанда тұнба мұрынның ішіне кетуі қажет. Сосын оны аузыңыздан шығарасыз. Бұл мұрынды тазалау үшін қажет. Йод. Қайнатылған жылы суға йод тұнбасының бірнеше тамшысын немесе марганцовканың бірнеше түйірін қосып, осы қоспамен мұрын танауларын шаю қажет. Гайморит дендеген орындарды бүтіндей қайнатылған жұмыртқамен жылытады. Ыстық жұмыртқаны майлыққа, орамалға орау қажет. Майлыққа оралған жұмыртқаны мұрынның екі жағында әбден суығанша ұстау керек. Бұл процесс жатар алдында орындалса, әсері мол болады. Табиғи балды зәйтүн майымен тең мөлшерде араластырыңыз. Шалқаңыздан жатып, танауға 3-4 тамшыдан тамызу қажет. Осыдан кейін 2 сағатқа дейін далаға шықпаған дұрыс. Бұл аурумен ауыратындар мынаны ескергені дұрыс. Салқын тигізбеу және тұмау ауруының кез келген белгісі байқала салысымен тез арада емдеу. Сонымен қатар барлық дәрігерлік кеңестерге құлақ асу қажет. Бұл ауруға немқұрайлы қарауға болмайды. Себебі гайморитті дер кезінде емдемесе, ірін миға шауып, менингит ауруына ұласуы мүмкін. Сондықтан халықтық әдістермен емдеуден басқа маман дәрігерлердің де көмегінен бас тартпаған дұрыс. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.